Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім үзілген тұмар және қаралы есік. 1989 жылдың ызғарлы қарашасы. Кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылып жатқан тұсы. Темір жол вокзалының перронына ентігіп келіп тоқтаған пойыздың есігінен ұзын бойлы, кең иықты, үстіне көк береті мен десантшылардың ПВД формасын киген жас жігіт қарғып түсті. Оның аты Рүстем, кеудесіндегі қызыл жұлдыз және ерлігі үшін медальдары қадамына сай сыңғырлап, оның жүріп өткен қанды жолынан хабар беріп тұрғандай. Рүстемнің бетінде Қандағардың ыстық күннен қалған тотығу, сол жақ шекесінде оқтың жағалап өткен терең тыртығы бар. Ол соңғы 2 жылын өлім мен өмірдің арасында тау шатқалдарындағы сұрапыл атыстарды өткізді. Оның отрядынан тек 3 ғана тірі қалған еді. Бірақ Рүстемді тозақтан алып шыққан қаруы немесе оқ өтпес кеудешесі емес, жүрегінің түбінде сақтаған жалғыз үміті болатын. Ол сүйікті әйелі Мәдина мен өзі соғысқа кетерде бесікте қалған, қазір 2 жасқа толған тәтті қызы Кәусар. Рүстем ауыр жол қапшығын, вишмешогын иығына асып вокзалдан шықты. Қаланың суық ауасын терең жұтты. Бұл ауада оқ-дәрінің, жанған техниканың иісі жоқ. Бұл бейбітшіліктің, үйдің иісі еді. Ол такси ұстамады. Үйіне дейінгі 5 шақырымда жаяу жүріп өтуді, әрбір көшені, әрбір бұрышты сезінуді қалады. Жол жөнекей гүл дүкенінен Мәдинаға арнап үлкен ақ раушандар гүл шоғын, ал Кәусарға үлкен қонжық сатып алды. Оның ішіндегі қуаныш оты лаулап, қадамы жиілей түсті. Есікті қаққанда әйелінің таңқалған жүзін, қызының мойнына асылған сәтін елестеткенде қатал десантшының көзіне жас тығылды. Міне өзінің таныс 5 қабатты кірпіш үйі. 3-ші қабат. Рүстем баспалдақпен 2-2-ден аттап жүгіріп көтерілді. Оның жүрегі кеудесіне сыймай лүпілдеп тұрды. Ол 34-ші пәтердің есігінің алдына келіп, қоңырауды баспақшы болды да кілт тоқтап қалды. Оның жүзіндегі күлкі бірақ сәтте өшіп көздері шарасынан шыға жаздады. Ескі ағаш есік жабық, бірақ есіктің тұтқасы мен жақтауына ішкі істер бөлімі. Мөр басылды деген жазуы бар қалың қағаз жапсырылып, қорғасын мөрмен бекітіліп тасталған еді. Есіктің шеті сынған, күштеп ашылғанның іздері сайрап тұр. Рүстемнің қолындағы гүлшоғы мен қонжық жерге судырап түсіп кетті. Оның миы бұл көріністі қорытудан бас тартты. Мәдина. Кәусар, деп сыбырлады ол, есіктің мөрін жұлып алып, тұтқаны жұлқып. Есік ішінен қатты құлыпталған. Ол жұдырығымен есікті бар күшімен ұрғылай бастады. Мәдина, ашыңдар. Бұл жерде не болып жатыр? Дәлізді жаңғыртқан дауыстан көрші 35-ші пәтердің есігі ақырын ашылды. Есіктің саңылауынан ауылдас, егде тартқан Зейнеп апайдың үрейлі көздері көрінді. Ол әскери киімдегі Рүстемді көргенде 2 қолымен бетін басып еңіреп жылап жіберді. Рүстем, құдайым-ау. Рүстем, балам, сен тірі ме едің? Бізге сені Ауғанстанда хабар ошарсыз кетті, өлді деген қағаз келген ғой. Деп ол есікті айқара ашып сыртқа шықты. Рүстем Зейнеп апайдың жанына жетіп барып, оның иығынан шап берді. Оның саусақтары дірілдеп, даусы жаралы аңның ырылындай шықты. Апай, менің әйелім қайда? Қызым қайда? Мына мөр не? Айтыңызшы. Зейнеп апай Рүстемнің кеудесіне басын тіреп, көз жасын тоқтаталар емес. Баламай, үйге кірші. Бұл сұмдықты дәлізде тұрып айтуға болмайды. Үйге кірші деп ол Рүстемді өз пәтеріне қарай тартты. Рүстем үйге кіргенде оның аяғынан әлі кетіп қалғандай болды. Ол ас үйдегі ескі орындыққа отырды. Зейнеп апай қалтыраған қолдармен оған су ұсынды, бірақ Рүстем стақанды итеріп жіберді. Оның көздерінен жалын шашырап тұрған еді. Сөйлеңіз, апай. Мен бәріне дайынмын. Зейнеп апай ауыр күрсініп, үстелдің үстіндегі сарғайған газет қиындысын алды. Осыдан 4 ай бұрын басталды бәрі, балам. Сенің қара қағазың қаза тапты деген хабарлама келгенде Мәдина есінен танып ауруханаға түсті.
Ол сенің өлгеніңе еш сенбеді. Күнде терезеге қарап сені күтумен болды. Қызың Кәусар екеуі ғана қалды. Мәдина екі жерде еден жуып қызын асырап жүрді. Апайдың даусы үзіліп кетті. Ол көз жасын алжапқышымен сүртіп жалғастырды. Бір күні кешке Мәдина Кәусарды аулаға ойнауға алып шыққан. Ол кезде Кәусар тәй-тәй басып доп қуып жүрген кішкентай періште еді ғой. Кенеттен аулаға үлкен жылдамдықпен қап-қара Волга көлігі кіріп келді. Көлік ауладағы жылдамдықты тежегіштерге де қарамастан доптың соңынан жүгірген кішкентай Кәусарды қағып ұшты. Рүстемнің демі ішіне тығылып қалды. Ол екі қолымен басын ұстап үстелге бүктетіліп түсті. Оның кеудесінен адам төзгісіз ауыр ыңырсу шықты. Кәусар, менің қызым. Көлікті тоқтатпастан қашып кетті деп Зейнеп апай жылап отырып жалғастырды. Мәдина қанға боялған қызын көтеріп көшеге шығып бақырды. Жедел жәрдем келгенше Кәусардың демі үзіліп кетті. Ол оқиғаны бүкіл аула көрді. Рөлде отырған осы қаладағы ең ірі мафиялық топтың басшысы, криминалды авторитет Тахирдің жалғыз ұлы Руслан деген есірткіге еліккен нашақор еді. Рүстем басын жұлып алды. Оның көздері қып-қызыл қанға толып, тамырлары білеуленіп шыға келді. Сосын не болды? Оны қамады ма? Зейнеп апай аш мысқылмен басын шайқады. Қамағаны несі, балам? 2 күннен кейін полиция істі жауып тастады. Көліктің рөлінде белгісіз адам болған, көлік ұрланған деп жалған құжат жасады. Ал Русланда әкесі шетелге демалысқа жіберді. Мәдина сотқа барды, прокуратураның есігін жағалады, аула адамдарын куәгер болуға шақырды. Бірақ адамдар Тахирдің баскесерлерінен қорқып, бәрі теріс айналды. Ешкім куәлік беруге шықпады. Рүстем үстелдің шетін қатты қысқаны соншалық ағаштың сықырлаған дауысы шықты. Мәдина әділеттілік таппаған соң өзі әрекет етуге көшті, деді Зейнеп апай даусын бәсеңдетіп. Ол бір күні пышақ алып Тахирдің үйіне сол Русланнан кек алмақшы болып барған екен. Бірақ оны қақпаның алдынан күзетшілер ұстап алып қатты сабаған. Сосын полиция шақырған. Милиция бастығы Тахирдің ең жақын досы еді. Олар Мәдинаны ұрып соғып қана қоймай, оның сөмкесіне 1 килограмм есірткі, героин және заңсыз тапанша салып жіберген. Рүстем орнынан атып тұрды. Оның астындағы орындық ұшып барып қабырғаға соғылды. Не дедіңіз? Мәдинаға есірткі салды ма? Иә, балам. Зейнеп апай қорқып кетті. Олар Мәдинаны адам өлтіруге оқталды және аса ірі көлемде есірткі сақтады деген жалған айыппен соттады. Сот жабық өтті. Мәдинаға 15 жыл қатаң режимдегі түрме жазасын берді. Қазір ол Қарағанды жақтағы әйелдер колониясында жатыр. Ал сенің үйіңді полиция тінту жүргізгенде тас-талқан етіп мөрлеп кетті. Балам-ау, сенің отбасыңды тірідей көміп тастады ғой бұл сұмырайлар. Бөлмеде өлі тыныштық орнады. Тек қабырғадағы сағаттың шық-шық еткен үні ғана естіледі. Рүстем терезеге жақындады. Далада жауған жаңбыр терезе әйнегін ұрып жатыр. Оның ішіндегі Ауғанстанның соғысы, ол жақтағы азап пен қорқыныш дәл қазіргі сәтпен салыстырғанда баланың ойындай болып қалды. Ол отанын, елін қорғау үшін қанын төгіп, кеудесін оққа тосып жүргенде, сол елдің ішіндегі қасқырлар оның ең қымбат, ең қорғансыз жандарын талап жеген еді. Оның қызы қара жердің қойнауында. Оның әйелі тордың артында нақақтан нақақ жала жабылып азап шегіп жатыр. Апай, деді Рүстем терезеден көзін алмай, дауыс адам танымастай өзгеріп, металдай суық әрі қатты шықты. Кәусардың бейіті қайда? Қала шетіндегі ескі зиратта, балам. Мен саған сызбасын сызып берейін. 2 сағаттан соң. Қала шетіндегі ескі зират. Толасы жауған күзгі жаңбыр жерді балшыққа айналдырған. Рүстем су болған әскери формасымен зираттың ішімен келе жатты. Оның қолында баяғы вокзалдан алған ақ раушандар мен суға малшынған кішкентай қонжық бар. Ол зираттың шеткі бұрышындағы кішкентай ғана топырақ төмпешікке келіп тоқтады. Басында қарапайым ағаш тақтайша тұр. Кәусар Рүстем қызы 2 жаста.
Қатал жүздеген өлімді көріп, көзінен бір тамшы жас шықпаған барлаушы десантшы тізесімен балшыққа құлап түсті. Ол екі қолымен суық топырақты құшақтап, бетін жерге басып, адам төзгісіз дауыспен еңіреп жылады. Оның өксігі найзағайдың үнімен араласып, аспанға көтерілді. Ол қызын бір рет құшақтай алмағанына, оның алғашқы қадамын көре алмағанына, ең бастысы, оны ажалдан арашалап қала алмағанына өзін кінәлады. Ол топырақтың үстіне ақ раушандарды қойып, қасына қонжықты орналастырды. «Кешір мені, балапаным. Кешір шәкеңді. Мен үлгере алмадым», деп күбірледі ол, қан араласқан жасын сүртіп. «Бірақ мен саған ант етемін. Сенің қаныңды төккендер, анаңды жылатқандар бұл өмірде енді бір күнде тыныш ұйықтамай. Мен оларға заңмен емес, ажалмен барамын». Бұл десантшының анты. Рүстем орнынан тұрды. Жаңбыр суы оның бетіндегі жасты жуып кеткендей болды. Жүзіндегі барлық қайғы, барлық мұң өшіп, оның орнына абсолютті, мінсіз, қатыгез кек машинасы оянды. Ол енді Рүстем емес, ол кек алушы елес еді. Ол алдымен Мәдинаны түрмеден босатудың заңды немесе заңсыз жолын табуы керек. Содан кейін ғана Тахирдің криминалды империясын түбірімен қопарып, оның ұлын өз қолымен бөлшектеп тастамақ. Бірақ бір адам бүкіл мафия мен жемқор полицияға қарсы қалай тұрмақ? Рүстемнің өз жоспары бар еді. Ауғанстанда ол арнайы жасақтың қасқыры деген лақап атқа бекер ие болмаған. Ол зираттан шығып қаланың қараңғы түкпіріне қарай беттеді. Ол өзінің ескі қаруластарын, көлеңкелі әлемдегі байланыстарын іздеуге кірісті. Нағыз соғыс Ауғанстанда емес, оның өз қаласында енді ғана басталғалы тұрған болатын. Екі бөлім, темір тордағы кездесу және қанды іздің басы. 1989 жылдың қарашасы. Кеңес одағының іргесі шайқалып, ел ішіндегі заңның күші әлсіреп, криминалдық топтардың дәуірлеп тұрған шағы. Қаланың шетіндегі ескі өнеркәсіптік аймақ. Қараңғылық қоюланып, жауын сіркіреп тұрған түндердің бірі. Рүстем қаланың ең ескі автожөндеу орталықтарының 101-іне келіп тоқтады. Бұл жай ғана көлік жөндейтін жер емес, бұл Ауғанстаннан оралған, бірақ бейбіт өмірге бейімделе алмай, мемлекеттен назардан тыс қалған бұрынғы жауынгерлердің жасырын жиналатын орны. Оның ішінде Рүстемнің ең жақын қаруласы, майдандағы снайпер досы Талғат жұмыс істейтін. Талғат бір аяғынан айырылып, протезбен жүретін, бірақ қару-жарақпен ақпаратты табуда оған тең келер адам жоқ болатын. Рүстем тот басқан темір есікті 3 рет, сосын үзіліс жасап тағы 2 рет қақты. Бұл десантшылардың құпия коды еді. Есік сықырлап ашылып, іштен майға малшынған, аузында темекісі бар Талғат көрінді. Ол алдында тұрған әскери формадағы, суға малшынған Рүстемді көргенде, аузындағы темекісі жерге түсіп кетті. Оның көздері шарасынан шығып, аруақ көргендей артқа шегінді. Рүстем, Құдай-ай! Рүстем, сен өлген жоқ па едің? Біз саған топырақ салғандай болып 40 күндігіңді өткіздік қой. Талғат досының кеудесінен ұстап, тірі екеніне көз жеткізгісі келгендей сілкілеп жатты. Оның көзінен жас бұрқ ете түсті. Рүстем досын қатты құшақтап арқасынан қақты. Тірімін, бауырым. Мені Қандағардағы ауруханадан тікелей Мәскеудегі жабық госпитальге әкеткен болатын. Құжаттарым шатасып, қара қағаз кетіп қалыпты. Мен елге, отбасыма аман оралдым деп қуанып едім. Бірақ менің нағыз тозағым осында екен. Рүстемнің үніндегі мұз бен қаһарды сезген Талғат дереу оны ішке кіргізіп, есікті мықтап жапты. Гараждың ішіндегі кішкентай, терезесіз бөлмеде екеуі үстел басына отырды. Рүстем бәрін, Кәусардың өлімін, Мәдинаның жаламен сотталуын және оның артында Тахир мафиясының тұрғанын бастан аяқ айтып берді. Талғаттың жағы қарысып, жұдырығын түйді. Бұл Тахир деген мақұлық қазір бүкіл қаланы осында ұстап отыр. Рүстем, ол милиция бастықтарын, прокурорларды түгел сатып алған. Оның ұлы Руслан нағыз нашақор. Сенің қызыңды қағып кеткенде ол есірткінің буымен мас болған дейді адамдар. Бірақ істі 2 күнде жауып тастады. Істі жүргізген милицияның аға тергеушісі капитан Қайрат деген сатқын. Ол Мәдинаның сөмкесіне героин салып, оны 15 жылға кесіп жіберді. Қазір ол сол еңбегі үшін Тахирдан үлкен ақша алып, майор шенін алғалы жатыр.
Рүстемнің жанарынан ұшқын атты. Маған қару керек, Талғат, сенде не бар? Маған Калашников, дыбыс өшіргіші, глушитель, бар, Макаров тапаншасы, және жарылғыш заттар, взрывчатка керек. Бұл соғыста мен жалаң қолмен жеңе алмаймын. Талғат орнынан балдағына сүйеніп тұрды. Ол ешқандай сұрақ қойған жоқ. Себебі десантшылардың заңы, бауырыңның қаны төгілсе, оның кегі сенің де кегің еді. Ол бөлменің бұрышындағы ескі темір сейфті ашып, ішінен майланған су жаңа АКС-74 автоматын, дыбыс өшіргіші бар тапаншаны, жауынгерлік пышақ пен бірнеше біраның. Бұл Ауғанстаннан жасырын әкелінген, ешбір базада тіркелмеген таза қарулар болатын. Рүстем, бұл адамдардың артында үлкен армия бар, деді Талғат, қарудың оқтарын беріп жатып. Егер сен бұған кіріссең, кері қайтар жол жоқ. Сен мемлекеттік жүйеге де, мафияға да қарсы шығасың. Рүстем тапаншаның оқ-жатарын, магазинін сарт еткізіп орнына салып, беліне қыстырды. Менің кері қайтар жолым баяғыда қызымның қабірінің басында үзілген. Бірақ мен бұл істі бастамас бұрын Мәдинаны көруім керек. Маған Қарағандыдағы әйелдер колониясына кіруге көмектес. Талғат басын изеді. Менің ол жақта колонияның күзетінде істейтін бір таныс прапорщигім бар. Ақша берсек, жабық кездесу ұйымдастырып бере алады. Бірақ сенің құжатың жоқ қой, сен өлі адамсың. Демек, Мәдинаның жанына елес болып барам, деді Рүстем, қару-жарақ толы сөмкені арқасына асып. 2 күннен соң Қарағанды облысы қатаң режимдегі әйелдер колониясы. Айналаны қалың қар басып, ызғарлы жел сүйектен өтіп тұр. Бұл колония Кеңес одағының ең қатыгез түрмелерінің бірі, баяғы Карлактың қалдығы болатын. Сұр бетон қабырғалар, тікенекті сымдар, колючая проволока және мұнарадағы пулеметші күзетшілер. Бұл жерде адамның жаны мен үміті тірідей шіритін еді. Талғаттың байланысы арқылы Рүстем колонияның ішіне, жабық кездесу бөлмесіне кіре алды. Ол үстіне қарапайым қара пальто киген. Бөлме тар, суық және темекінің сасық иісіне толған. Ортада жуан темір тормен және қалың әйнекпен бөлінген үстел тұр. Байланыс тек қабырғадағы ескі телефон тұтқасы арқылы ғана жүзеге асады. Рүстем әйнектің арғы жағына қарап, демін ішіне тартып күтіп тұрды. Оның жүрегі кеудесіне сыймай, қолдары қалтырай бастады. Темір есік сарт етіп ашылып, ішке 2 әйел күзетші бір тұтқын әйелді сүйрегендей етіп алып кірді. Рүстемнің көз алды тұманданып кетті. Әйнектің арғы жағындағы әйел оның періштедей сұлу, күлкісінен нұр шашырып тұратын Мәдинасы емес сияқты еді. Үстіндегі сұр, өңі қашқан түрме робасы, киімі, оның арықтап сүйегіне жабысқан денесіне үлкен болып тұр. Шаштары қысқартылып кесілген, беті боп-боз, ал көздерінің астында терең көлеңкелер бар. Бұл 4 айдың ішінде барлық үмітінен, қызынан және өмірінен айырылып, тірі өлікке айналған ананың бейнесі еді. Мәдина басын көтеріп, әйнектің арғы жағындағы еркекке қарады. Оған сенен жауап алғысы келетін адам бар деп қана айтқан болатын. Ол Рүстемді көргенде оның көздері алайып, бүкіл денесіне ток соққандай қалтырап кетті. Ол 2 қолымен әйнекті ұрып, аузын ашып, үнсіз бақырды. Бұл қуаныштың емес, адам сенгісіз шоктың айқайы еді. Рүстем телефон тұтқасын жұлып алып, әйнекке қолын тақады. Мәдина да қалтыраған қолымен телефонды алып, құлағына тақады. Оның көзінен жас бұршақтап төгіліп, аузынан тек үзік-үзік дыбыстар шықты. Рүстем, бұл сен бе? Мен жынды болып кеткен жоқпын ба? Сен тірісің бе? Деп еңіреді ол, әйнекке бетін басып. Менмін, жаным. Мен тірімін. Мен келдім. Кешір мені, бәрі үшін кешірші. Рүстемнің де даусы жарылып, ол еркектік намысын жиып қойып, әйнектің арғы жағында отырып жылады. Ол әйелінің қаншалықты азап шеккенін оның көздерінен оқып тұрды. Мәдина телефонды қаттырақ қысып, жылауын тоқтата алар емес. Рүстем, біздің Кәусар, біздің періштемізді өлтірді олар. Мен оны сақтай алмадым. Ол менің көз алдымда, менің қолымда демі үзілді. Менің өмір сүргім келмейді.
Рүстем, мен мына жерде күнде өлемін. Олар маған есірткі салып, мені жауыз қылмыскер етіп көрсетті. Олардың қолында бәрі бар. Ақша, милиция. Білемін, Мәдина, мен бәрін білемін, деді Рүстем даусын қатайтып. Оның жанарындағы жас кеуіп, орнын мұздай қаһар басты. Олардың қолында ақшамен сатылған милиция болса, менің қолымда әділеттілік пен өлім бар. Мен сені бұл тозақтан алып шығамын, Мәдина, бұл менің саған берген антым. Мәдина қорқып кетті. Ол Рүстемнің мінезін жақсы білетін. Жоқ, Рүстем оларға тиіспе. Олар сені де өлтіреді. Тахир деген құбыжық. Ол сені тірі қоймайды. Қаш бұл қаладан, мен бәрібір өмірімді жоғалттым. Мен үшін өзіңді өлімге байламашы. Рүстем әйнекке маңдайын тіреді. Егер мен олардың қанын ішпесем, мен бұдан былай еркек емеспін, Мәдина, бір ай. Маған тек бір ай уақыт бер. Мен олардың бүкіл империясын тасталған етіп, сенің ақталуыңды өз қолдармен жаздыртамын. Сен тек шыда. Өзіңе қол жұмсама. Мені күт. Тұтқадан уақыт бітті деген күзетшінің дауысы естілді. Телефон өшіп қалды. Мәдинаны екі күзетші күштеп сүйреп камераға алып кетті. Ол артына қарап, Рүстемге қолын созып, жылап бара жатты. Рүстем әйнектің алдында ұзақ тұрды. Бұл кездесу оның ішіндегі соңғы адамдық аяушылық сезімін бір жола өлтіріп, оны нағыз кек алушы машинаға айналдырған еді. 3 күннен соң, Алматы түнгі сағат 01:00. Қаланың орталығындағы ең қымбат мейрамханалардың бірінен мас адамдардың күлкісі мен музыканың дауысы естіледі. Мейрамхананың алдына қара түсті Жигули келіп тоқтады. Оның ішінен форма киген, аузында қымбат темекісі бар, қарны шыққан милиция капитаны Қайрат шықты. Ол Тахирдің берген үлкен парасының арқасында Мәдинаның ісін жауып, есірткі тастаған сатқын тергеуші еді. Бүгін ол майор шенін алғанын атап өтіп, мас болып шыққан беті. Ол көлігіне қарай теңселіп келе жатты. Айналада ешкім жоқ, жаңбыр сіркіреп тұр. Қайрат көлігінің кілтін бұрай бергенде, оның ту сыртынан, дәл құлағының түбінен мұздай суық, темірдей қатты зат тақалды. Бұл дыбыс өшіргіші бар Макаров тапаншасының ұңғысы еді. Үніңді шығарсаң, миыңды осы есікке шашып тастаймын деген ызғарлы сыбыр оның төбе шашын тік тұрғызды. Қайраттың мастығы су сепендей басылды. Ол қалтырап: «Әй, жігіт, саған ақша керек пе? Мен милиция бастығымын. Сен не істеп жатқаныңды білесің бе?» деп үрейлене міңгірледі. Рүстем оның жағасынан шап беріп көліктің ішіне, артқы орындыққа қарай бар күшімен лақтырып жіберді. Өзі де ішке кіріп есікті жапты. Ол 1 секундтың ішінде Қайраттың табелді қаруын тартып алып, оның аузына мата тығып, қолын кісендеп тастады. «Сенің милиция екенің менің дәретхана қағазымнан да арзан, капитан. Жүр, екеуміз оңаша сөйлесеміз». Рүстем көлікті оталдырып қала шетіндегі қаңырап бос тұрған тастанды қоймалардың заброшенный склад біріне қарай айдады. Қараңғы, дымқыл қойманың іші. Жалғыз сары шам ғана жанып тұр. Капитан Қайрат темір орындыққа қатты байланған. Оның беті аузы қан, екі көзі қорқыныштан бақырайып кеткен. Ол өзін қарақшылар ұрлады деп ойлап әбден үрейленген. Рүстем қараңғылықтан шығып Қайраттың алдына келді. Ол қолындағы суретті кішкентай Кәусар мен Мәдинаның күліп тұрған суретін Қайраттың бетіне тақады. «Бұл қызды танисың ба, сатқын? Бұл әйел ше? Осыдан 4 ай бұрын сен бұл әйелді түрмеге тықтың. Ал мына қыздың өлімін белгісіз адам қақты деп жауып тастадың». Қайрат суретке қарап жұтынып қалды. Оның есіне іс түсті. Бірақ алдындағы адамның кім екенін енді ғана түсіне бастағандай болды. Сен кімсің? Оның күйеуі өлген ғой, деп бақырды Қайрат. Өлілер қайтып келеді екен, көрдің бе? Рүстем тактикалық пышағын суырып алып, оның өткір жүзін Қайраттың тамағына тақады. Пышақтың ұшы теріні сәл тіліп қан тамшылады. «Мен саған уақытты созбаймын. 2 сұрақ. Бірінші, Мәдинаның сөмкесіне героинді кім салды? Екінші, Тахирдің ұлы, қызымды қаққан Руслан қазір қайда жасырынып жатыр?
Егер маған бір өтірік сөз айтсаң, мен сенің әрбір саусағыңды кесіп, өзіңе жегіземін. Мен Ауғанстанда тұтқындардан жауап алудың 100 түрін үйренгенмін. Бастайық па? Рүстем пышақты Қайраттың сұқ саусағына тақап, күшпен баса бастады. Жоқ, тоқта, бәрін айтам, деп шырылдады капитан. Ол бұл адамның көзінен ешқандай аяушылық көрмегендіктен, оның айтқанын істейтініне 100% сенді. Бұлар қызметтік креслода ғана батыр еді, ал ажал алдында нағыз қорқақтар болатын. Мәдинаға есірткіні менің бұйрығыммен 2 оперативник салды. Бұл Тахирдің тікелей бұйрығы болған. Ол Мәдинаның арыз жаза бергеннен жалығып, осы қатынды жой, $50,000 беремін деді. Сосын біз оған іс тігіп 15 жылға жауып жібердік. Рүстемнің ішінен жанартау атқылағандай болды. Оның жұдырығы Қайраттың жағына сарт етіп тиіп, 2 тісін ұшырып түсірді. Ал Руслан қайда? Менің қызымның қанішері қайда? Ол шетелде емес шығар. Қайрат қан түкіріп қалтырай жауап берді. Жоқ, ол шетелге кеткен жоқ. Тахир оны қала сыртындағы өзінің құпия сарайында загородный дом тығып отыр. Ол жақта Тахирдің 50-ге жуық қарулы баскесерлері күндіз түні күзетіп тұрады. Оған жақындау мүмкін емес. Тахир ол сарайда өзінің есірткі сататын лабораториясында ұстайды. Бәрі сол жақта. Рүстем қалтасынан ескі кеңестік диктофонды, кассеталық магнитофонды шығарып, жазбаны тоқтатты. Ол Қайраттың барлық мойындауын таспаға жазып алған еді. Бұл Мәдинаны түрмеден босатуға арналған бірінші кілт. Бірақ бұл жеткіліксіз еді. Заң бұл мафияға әлсіз. Сен маған керемет ақпарат бердің, капитан, деді Рүстем. Пышағын сүртіп жатып, ол Қайраттың арқасындағы арқанды кесіп тастады. Қайрат қуанып кетіп, сен мені жібересің бе? Мен саған бәрін айттым ғой. Мен саған Мәдинаны шығаруға көмектесем, деп жалынды. Рүстем есікке қарай бұрылып, сен өз жазаңды алдың. Мен сені полицияның ішкі қауіпсіздік қызметіне, УСП және КГБ-ға, мемлекеттік қауіпсіздік, осы таспамен бірге анонимді түрде жіберемін. Сені түрмеге отырғызады. Ал ол жақта сен заңсыз қамаған қылмыскерлер сені өздері күтіп алады. Ол өлімнен де жаман болады. Рүстем қараңғы қоймадан шығып кетті. Оның алдындағы мақсат айқын болды. Қала сыртындағы Тахирдің сарайы. 50 қарулы қарақшы. Бұл нағыз соғыс майданы еді. Бірақ бір ғана десантшы, егер оның жоғалтары болмаса, тұтас армияға қарсы тұра алатынын олар әлі білмейтін. Кек алу операциясының 2-ші кезеңі басталды. 3 бөлім. Ажал бекінісіне шабуыл және қанды түннің елесі. Түнгі сағат 02:00. Қаладан 20 шақырым қашықтықта орналасқан тау бөктеріндегі қалың қарағайлы орманның іші. Бұл жерде қаланың басты криминалды авторитеті Тахирдің жасырын сарайы, резиденциясы орналасқан еді. Бұл жай ғана үй емес, нағыз қорған болатын. Биіктігі 3 метрлік кірпіш дубал айналасында бейнебақылау камералары, аулада бос жүрген 4 үлкен Кавказ төбеті және 50-ге жуық тісіне дейін қаруланған, ауған соғысы мен шешен соғысынан қайтқан жалдамалы баскесерлер күндіз түні күзетте тұрған. Тахирдің ұлы Кәусарды қағып өлтірген нашақор Руслан дәл осы жерде әкесінің қанатының астында жасырынып жатқан болатын. Оның қауіпсіздігі үшін Тахир ештеңе аямаған еді. Сарайдан 1 шақырымдай жерде, қараңғы орманның ішінде Рүстем өзінің қара Нивасын бұталардың арасына жасырып қойды. Ол көліктен түсіп, соңғы рет қару-жарағын тексеріп жатты. Үстінде қап-қара арнайы тактикалық киім, кеудесінде оқ өтпес жилет, аяғында дыбыссыз жүруге арналған жұмсақ табанды әскери етік. Ол бетіне қара түсті әскери бояу, грим жағып түнекпен толықтай біте қайнасып кетті. Оның арқасындағы қоржында 2-4 жарылғыш заты, 4 жарқылдақ шулы граната, светошумовая граната, ал қолында дыбыс өшіргіші. Глушитель орнатылған АКС-74 автоматымен жамбасында 2 кәсіби жауынгерлік пышақ бар еді.
Рүстем ағашқа сүйеніп қалтасынан кішкентай тұмарды, Кәусардың туған күнде Мәдина екеуі таққан күміс жүзікті шығарып, ерініне басты. Мен келе жатырмын, қызым. Сенің періште жаныңды қиған сайтандардың жерде жүруге хақысы жоқ деп күбірледі ол. Ол тұмарды жүрегінің тұсына салып, қараңғылыққа қарай көлеңкедей сіңіп кетті. Сарайдың сыртқы периметрі. Сағат 02:45. Жаңбыр толассыз құйып, жел орман ағаштарын тербеп тұрды. Бұл ауа райы күзетшілердің назарын бәсеңдетіп, бейнекамералардың көру мүмкіндігін төмендеткен еді. Десантшы үшін бұл табиғаттың берген ең үлкен сыйы. Рүстем қорғанның сыртына үнсіз жетіп келді. Ол түнгі көру құралын, ПНФ прибор ночного видения, көзіне ілді. Оның экранында айнала жап-жасыл болып, сарайдың шатырында тұрған 2 снайпердің және аулада жүрген 4 күзетшінің жылулық сұлбалары ап-анық көрінді. Ең алдымен байланыс пен жарықты үзу деп шешті Рүстем. Ол қабырға бойымен сырғып отырып, ғимаратты электр қуатымен қамтамасыз етіп тұрған басты трансформатор қорабына жетті. Ол кабельдерді кеспеді, бұл дабылды бірден іске қосар еді. Оның орнына радио басқаруы бар кішкентай 4 жарылғышын жапсырды да уақытын күтті. Қабырғадан асып түсу үшін ол арқан ілмегін, кошка пайдаланды. Ол дубалдың үстіне шығып, аулаға мысықша секіріп түсті. Жерге тиген сәтінде дыбыс шыққан жоқ. Бірақ оның иісін сезген 2 дәу Кавказ төбеті ырылдап, оған қарай жүгіре жөнелді. Иттер үруге үлгермеді. Рүстемнің қолындағы дыбыс өшіргіші бар тапаншадан 2 рет пш-пш деген үн шықты. 2 төбет шөптің үстіне сылқ түсті. Рүстем жануарларды өлтірген жоқ еді. Ол Талғаттан арнайы ұйықтататын транквилизатор оқтарын алған болатын. Иттердің кінәсі жоқ, олар тек бұйрық орындайды. Ауланың ортасында 2 күзетші темекі тартып күлісіп тұр еді. Рүстем қараңғы бұрыштан суырылып шығып, біріншісінің ту сыртынан келіп, тамағынан оң қолымен қысып, сол қолымен мойын омыртқасын сарт еткізіп бұрап жіберді. Күзетші үнсіз құлады. Екіншісі жалт бұрылып, автоматын көтере бергенде, Рүстем оның кеудесіне 2 рет оқ жаудырды. Дыбыс өшіргіштің арқасында оқ дауысы жаңбырдың шуымен араласып, білінбей кетті. Сыртқы қорғаныс бұзылды. Ендігі кезек басты ғимарат. Рүстем қалтасындағы қашықтан басқару пультін детонаторды басты. Гүрс. Трансформатор жарылып, бүкіл сарай, прожекторлар, бейнекамералар мен дабыл жүйелері 1 секундта өшіп қалды. 3 қабатты зәулім үй қою қараңғылыққа батты. Іштегі баскесерлер дүрлігіп кетті. Не болды? Жарық қайда? Генераторды қосыңдар. Күзет деген айқайлар терезелерден естіле бастады. Рүстем негізгі есікті бұзып кірмеді. Ол ас үйдің артқы шыны есігін арнайы алмас кескішпен тіліп ішке үнсіз кірді. Оның түнгі көру құралы ПНФ оған қараңғылықта күндізгідей көруге мүмкіндік берсе, ал сарайдың ішіндегі қарақшылар өз саусақтарын көре алмай, қабырға сипап, шам іздеп жүрді. Бұл нағыз аңшы мен соқыр құрбандардың ойыны еді. Бірінші қабаттың дәлізінде 4 баскесер қолшамдарын, фонариктерін жағып келе жатты. Қаруларыңды дайындаңдар. Бұл жай кездей соқтық емес, деп бақырды олардың бірі. Рүстем бұрышта тұрып, олардың аяғының астына жарқылдақ шулы граната лақтырып жіберді. Ол өзі көзін жұмып, құлағын жапты. Бам! Пш! Құлақ тұндыратын жарылыс пен жанарды соқыр қылатын жарық дәлізді жаңғыртты. 4 қарақшы қаруларын тастай салып, көздерін басып, бақырып еденге құлады. Рүстем олардың ортасынан елестей өтіп, әрқайсының басына автоматының құндағы мен прикладпен жойқын соққыла жасап, ес-түссіз сұлатып тастады. Қан мен тістер еденге шашылды. Ол 2-ші қабатқа көтерілді. Бұл қабатта Тахирдің басты табыс көзі есірткі орап дайындайтын жасырын лаборатория бар екенін Қайраттан, полициядан білген болатын. Есікті тауып, ішке кіргенде, үстелдердің үстінде шашылып жатқан келі-келі ақ ұнтақтарды, героин көрді. Дәл осы ұнтақты олар Мәдинаның сөмкесіне салып, оның өмірін құртқан еді. Рүстемнің жұдырығы қысылып, тісін қайрады. Ол қоржыннан 2-ші 4 жарылғышын шығарып, лабораторияның қабырғасына жапсырды да таймерді 10 минутқа қойды. Бұл сарай көп ұзамай күлге айналуы тиіс еді. Ол 3-ші қабатқа бағыт алды.
Мұнда Руслан жасырынып жатқан еді. Үшінші қабаттың баспалдағында оны оқ жаңбыры қарсы алды. Күзетшілер естерін жинап, қараңғылыққа бейберекет Калашников автоматтарынан оқ ата бастаған. Оқтар Рүстемнің жанындағы мәрмәр қабырғаларды паршалап, тас ұнтақтарын шашыратты. Рүстем баспалдақтың астына секіріп түсіп позиция алды. Ол енді үнсіздікті бұзды. Оның автоматынан шыққан жауап оқтары бейберекет емес, кәсіби, 2-3 оқтан тұратын дәл соққылар еді. Ол қараңғылықта жарқылдаған мылтық оттарына спышка выстрела қарап, жаудың орнын дәл анықтап отырды. 2 күзетші кеуделерінен оқ тиіп, баспалдақтан төмен қарай домалап түсті. Үшіншісі қаруын тастап, бөлмеге қарай қаша жөнелді. Рүстем оқ-жатарын ауыстырып, 3-ші қабаттың дәлізіне көтерілді. Бұл жердің еденіне қымбат парсы кілемдері төселген, қабырғаларында алтын жалатылған суреттер ілініп тұр. Бірақ бұл байлықтың бәрі қанға, Кәусар сияқты жазықсыз балалардың қанына келген дүние. Ең төріндегі үлкен емен есіктің артында Руслан жасырынып жатты. Рүстем есіктің құлпына бірнеше рет оқ атып, оны аяғымен теуіп ашып ішке кіріп барды. Бөлменің іші қалың марихуана мен қымбат вискидің иісіне сасып тұр екен. Үлкен патша төсегінің артында үстіне тек жібек халат киген, шашы дудыраған, көздері қорқыныштан шарасынан шығып кеткен 25 жастағы Руслан қалтырап отырды. Оның бір қолында алтынмен апталған Desert Eagle тапаншасы бар, бірақ оны ұстауға да шамасы келмей, қолы дірілдеп тұр еді. Ол есірткінің дозасынан кейін әлі есін толық жимаған болатын. Кімсің сен? Менің әкем сені тірідей сояды. Жолама маған. Мен атамын. Деп бақырды Руслан тапаншасын Рүстемге бағыттап. Ол есіктен кірген қап-қара киімді, бетіне бояу жаққан елесті көріп, шайтан көргендей шошыды. Рүстем автоматын арқасына асып, Русланға қарай жай барақат, ауыр қадамдармен жақындады. Ол өлімнен қорықпайтын. Ат, бас жүрпені, мақұлық деді Рүстем, даусы тастай суық, жер астынан шыққандай гүрілдеп. Руслан шыңғырып жіберіп, көзін жұмып оқ атты. Бірақ оның дірілдеген қолынан шыққан оқ Рүстемнің иығын жанап өтіп қабырғаға тиді. Рүстем 1 секунд ішінде алға атылып, Русланның қолындағы тапаншасын теуіп ұшырып жіберді де. Оның тамағынан шап беріп қабырғаға көтеріп тақады. Жібер. Қанша керек саған? Әкем саған $1,000,000 береді. Тек өлтірмеші. Деп шырылдады Руслан аяғы ауада қарбаластап. Нағыз қорқақтар бала қаққанда батыр, ал ажалмен бетпе-бет келгенде осындай бейшара болатын. Рүстем оны қабырғаға қаттырақ басты. Оның көзіндегі қаһардан бөлменің ауасы мұздап кеткендей болды. Себебі сен оның өмірін ақшамен өлшедің. Сенің әкеңнің миллиондары менің қызымның бір тал шашына да тұрмайды. Мен Кәусардың әкесімін. Сен 4 ай бұрын қағып кеткен кішкентай қыздың әкесімін. Русланның бетінен қан қашып, көздері аларып кетті. Ол бәрін түсінді. Оның алдында ақша сұрап келген қарақшы емес, жаны жаралы, кек алуға келген әке тұрғанын білгенде, ол бұтына жіберіп қойды. Кешір. Мен көрмей қалдым. Мен мас болдым. Мен кінәлі емеспін. Деп ол жылай бастады. Рүстем оның бетіне бар күшімен жұдырығымен салып жіберді. Русланның мұрны сынып, қан бұрқ етті. Ол еденге сылқ түсті. Мен сені дәл қазір өлтірмес едім, бірақ өлім сен үшін тым жеңіл жаза болады. Сен менің әйелімді босатуға арналған кілтімсің, деді Рүстем. Ол қалтасынан пластик байлауыштарды, стяжкаларды шығарып, Русланның қолын артына қайырып қатты байлады. Оның аузына мата тығып, скотчпен орап тастады. Төменгі қабаттардан сиреналардың және көліктердің гуілі естіле бастады. Бұл Тахирдің сарайға жіберген қосымша күштері және жемқор полиция жасақтары еді. Сарай толық қоршауға алына бастады. Рүстем сағатына қарады. Жертөледе орнатылған жарылғыштың уақыты бітуге 2 минут қалған еді. Ол Русланды желкесінен жұлып алып, иығына салды да дәліздің соңындағы балконға қарай жүгірді. Ол балконның есігін теуіп ашып сыртқа шықты. Төменде аулада ондаған қарулы адамдар жүгіріп жүреді. Ол арқасындағы байлаулы Русланмен бірге балконнан қабырғадағы суағар құбырға, водостокқа жармасып, 2-ші қабаттың шатырына, одан сығаған бақшаға қарай сырып түсті.
Кәсіби десантшы үшін 100 келілік жүкті көтеріп қашу қалыпты жаттығу болатын. Олар Дубалға жетіп, Рүстем алдын ала дайындаған арқанмен қоршаудан асып түскен сәтте. Гүрс! Сарайдың екінші қабатындағы есірткі лабораториясы сұмдық жарылыспен аспанға ұшты. Терезелерден қып-қызыл жалын мен әйнек сынықтары атқылады. Үйдің жартысы опырылып түсті. Тахирдің миллиондаған долларлық есірткі империясы, оның қылмыстық қамалы бір түннің ішінде күл-парша болды. Ауладағы баскесерлер жарылыс толқыннан ұшып түсіп жан-жаққа қаша бастады. Бұл хаостың ортасында Рүстем байлаулы Русланды орманның ішіне сүйреп, өзінің Нивасына салып, тау жолымен қаладан ұзап кетті. Таңғы сағат 06:00. Тахирдің қаладағы негізгі кеңсесі, офисі. Тахир жасы 50-лердегі, бетінде үлкен тыртығы бар, қатыгез мафия серкесі өзінің үстелінде отыр. Ол жаңа ғана сарайының жарылғанын және ондағы барлық тауарының жойылғанын естіп, қан қысымы көтеріліп, есінен ауса жаздап отырған еді. Кенеттен оның үстеліндегі жеке, құпия телефоны шырылдады. Бұл нөмірді тек өте жақын адамдар ғана білетін. Ол тұтқаны алды. «Кім бұл?» деп ақырды ол. Телефонның арғы жағынан мұздай суық, өлімнің лебі есетін дауыс естілді. «Сарайыңның күлі қалай екен, Тахир?» Тахирдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Сен кімсің, мал? Мен сенің теріңді тірідей сыпырам. Мен сенің бүкіл тұқымыңды қырамын. Менің тұқымымды сенің ұлың баяғыда қырған» деп жауап қатты Рүстем. «Ал мен Кәусардың әкесімін. Сенің ұлың Руслан қазір менің қолымда. Ол менің жертөлемде байлаулы жатыр. Егер оның бөлшектелген денесін қапшықпен алғың келмесе, мені мұқият тыңда». Тахирдің өңі боп-боз болып кетті. Оның бүкіл байлығы мен қатыгездігі бір-ақ сәтте түкке тұрғысыз болып қалды. Ол ұлын бәрінен артық жақсы көретін. Не қалайсың? Ақшама? Қанша керек? «Миллион. 5 миллион доллар берем. Тек балама тиіспеші», деп жалынды Тахир, даусы дірілдеп. Кезекті рет ақшаның құдіретін пайдаланбақшы болды. «Ақшаңды өзіне көйлек қылып ки. Маған тек бір ғана нәрсе керек», деді Рүстем кесіп айтып. «Бүгін кешке дейін менің әйелім Мәдина түрмеден толықтай ақталып босап шығуы тиіс. Сен оған есірткі тастаған өзіңнің жалдамалы милицияларыңды прокуратураға апарып, қылмыстарын өз мойындарымен мойындатасың. Сот шешімін бұзғызасың. Мәдина түрменің қақпасынан азат адам болып шыққан сәтте сенің ұлың тірі қалады. Егер кешкі сағат 6-ға дейін әйелім босамаса, мен саған ұлыңның басын посылка қылып жіберемін». Уақыт кетті, Тахир. Рүстем телефонды өшіріп тастады. Бұл жай ғана бопсалау емес, бұл мафияның басшысына қойылған ультиматум еді. Тахир өзінің империясын, өзінің сатылған милицияларын өз қолымен құртып, барлық қылмысын әшкерелеуге мәжбүр болды. Өйткені таразы басында оның жалғыз ұлының өмірі тұрған еді. Рүстем жертөледе отырып қаруын тазарта бастады. Ол Тахирдің бұған оңайлықпен көнбейтінін, Мәдинаны босатқан күннің өзінде де бүкіл қаланың криминалы оның соңына түсетінін білетін. Нағыз ақырғы шешуші шайқас енді ғана басталғалы тұрған еді. 4 бөлім, уақыт қармағы және ажалмен келісім. Таңғы сағат 06:30. Қала орталығындағы мафия басшысы Тахирдің жасырын кеңсесі, офисі. Бұл бөлмеде қаланың талай тағдыры шешілген, миллиондаған долларлар саналған еді. Бірақ дәл қазір бұл жер ақшаның емес, жануарлық үрейдің, шарасыздықтың ордасына айналған болатын. Тахирдің алдындағы қымбат емен үстелдің үстінде күл салғышқа толып қалған темекі тұқылдарымен төңкерілген виски шөлмегі жатыр. Ол телефонды өшіргеннен кейін бірнеше минут бойы үнсіз қабырғаға қарап қатты да қалды. Оның құдіретті, бұзылмас империясы бір-ақ түннің ішінде тас-талқан болды. Сарайы жарылды, есірткісі күлге айналды. Ең бастысы, оның жалғыз ұлы, өмірінің мәні Руслан белгісіз бір елестің қолында тұтқында жатыр. Және ол елес қарапайым адам емес, ауғанның тозағынан тірі шыққан, жоғалтар ештеңесі жоқ қатыгез десантшы еді.
Кешкі сағат 6 деп күбірледі Тахир, көздері қанталап. Оның миында уақыт шыртылдап соға бастады. Оған небәрі 11 жарым сағат қалған еді. Ол орнынан атып тұрып, есік алдында тұрған оң қолы күзет бастығы Азаматқа бақырды. Қаладағы барлық жігіттерді жинаңдар. Әрбір жертөлені, әрбір гаражды тінтіп шығыңдар. Ал маған дәл қазір осы жерге облыстық прокурорды және ішкі істер басқармасының ГУБТ бастығын алып келіңдер. Егер ұйықтап жатса, төсегінен жұлып әкеліңдер. Тез. Таңғы сағат 08:00. Тахирдің кеңсесі. Бөлмеге ұйқылары қанбаған, көздері сіңкіреген қаланың бас прокуроры мен полиция бастығы кіріп келді. Олар Тахирдің ақшасына семіріп, оның айтқанымен жүретін жемқор шенеуніктер еді. Бірақ бұл жолы олар Тахирдің түрін көріп қатты сасып қалды. Ол галстугын жұлып тастаған, көздерінен қан атып тұр. «Таке, не болып қалды таң атпай?» деді прокурор креслоға отыра беріп. Тахир оның алдына Калашников автоматының оқшатарын, магазинін тарс еткізіп қойды. «Менің ұлымды ұрлап кетті. Менің үйімді жарып жіберді», деп ақырды ол. Оны жасаған осыдан 4 ай бұрын сендер соттаған Мәдина деген қатынның күйеуі. Өліп қалды деген ауған сарбазы тіріліп келіпті. Мені мұқият тыңдаңдар, бүгін кешкі сағат 6-ға дейін Мәдина түрмеден босап шығуы керек. Оның ісі толықтай ақталуы тиіс. Прокурор мен полиция бастығы бір-біріне қарап, көздері шарасынан шығып кете жаздады. «Таке, сіз не деп тұрсыз?» деп шырылдады полиция бастығы. Ол қатаң режимде отыр. Оның ісі жабылған, үкімі күшіне енген. Бір күннің ішінде адамды түрмеден шығару заң бойынша мүмкін емес. Бұл процедура айлап созылады. Оған жоғарғы соттың шешімі керек. Тахир үстелді 2 қолымен ұрып, оларға қарай еңгейді. «Маған сендердің заңдарыңның көк тиындық қажеті жоқ. Егер сағат 6-да ол қатын шықпаса, менің балам өледі. Ал егер менің балам өлсе, мен сендердің барлық лас істеріңді, қанша миллион пара алғандарыңды көрсететін құжаттарды Мәскеудің КГБ-сына өз қолыммен апарып беремін. Мен жалғыз батпаймын, сендерді де бірге алып кетемін. Түсіндіңдер ме?» Шенеуніктердің өңдері боп-боз болып кетті. Олар Тахирдің бұған баратынын анық білетін. «Жақсы. Жақсы, Таке», деді прокурор қалтырап, маңдайындағы терін сүртіп. «Біз істі қайта қараймыз. Кеше түнгі кезекшілікте капитан Қайрат Ізім-Қайым жоғалып кетіпті. Біз оның үстінен қылмыстық іс қозғап, есірткіні әйелге өзі салғанын анықтадық деп жедел қаулы шығарамыз. Төтенше жағдай бойынша Мәдинаны уақытша босатуға бұйрық беремін. Бірақ бұл өте үлкен қауіп. Істеңдер. Қазір Қарағандыдағы колония бастығына қоңырау шалыңдар», деп ақырды Тахир. Оның жүрегі ұлының өмірі үшін соғып тұрған еді. Бірақ ол бұл қорлықты жай қалдырмайтынын іштей шешіп қойған. «Қатынды босатамын. Бірақ алмасу кезінде сол есерсоқ десантшыны да, қатынын да өз қолыммен бөлшектеп тастаймын», деп түйді мафия басшысы. Түскі сағат 12:00. Талғаттың снайпер досының ескі автожөндеу орталығының астындағы құпия жертөле. Бұл жер ызғарлы, терезесі суық бөлме болатын. Бөлменің бұрышындағы темір құбырға қолы артына қайырылып, қатты байланған Руслан жатыр. Оның үстіндегі кешегі жібек халаты кірлеп, бет-аузы қанға қатқан. Ол есірткісіз, дозасыз өткізген 10 сағаттың ішінде нағыз ломка абстинентті синдром азабын тартып жатыр еді. Оның бүкіл сүйегі сырқырап, сілекейі ағып, еденде жылап аунап жатты. «Өтінемін. Жіберші мені. Маған дәрі берші. Менің кінәм жоқ. Олардың бәрін істеген әкем ғой», деп ыңырсыды ол, өзін басқара алмай. Рүстем оған салқын, сезімсіз көзбен қарап тұрды. Ол Русланның алдына кішкентай ағаш орындықты қойып отырды. Оның қолында Кәусардың кішкентай, балшыққа батқан қонжығы бар еді. Ол қонжықты Русланның бетінің алдына тастады. «Қара оған», деді Рүстем, даусы болаттай қатты. Руслан қалтырап қонжыққа қарады да, көзін жұмып алды. «Қара», дедім. Рүстем оның шашынан жұлып алып, басын көтертті. «Осыдан 4 ай бұрын сен есірткіге мас болып, өзіңнің темір көлігіңмен менің 2 жасар қызымды таптап өттің.
Ол осы қонжықты құшақтап жатқан еді. Сен тоқтап көмектесудің орнына қашып кеттің. Ал сенің әкең менің әйеліме жала жауып, оның өмірін түрмеге қамады. Сен менің отбасымды тірідей көмдің, мақұлық. Руслан еңіреп жылап жіберді. Ол ақша мен биліктің артында тығылып үйренген тәкаппар бала еді. Енді нағыз өлімнің бет бейнесін көргенде, оның қандай бейшара екені көрінді. Мен қалаған жоқпын. Мен оны көрмедім. Кешірші мені. Әкем саған қалағаныңның бәрін береді. Үй әпереді. Ақша береді. Рүстем оның басын жібере салды. Руслан еденге сарт етіп соғылды. Маған сенің әкеңнің лас қағаздарының қажеті жоқ. Менің мақсатым сенің не сезіп жатқаныңды көру. Қазір сен өлімнен қорқып жатырсың. Бірақ менің қызым көліктің астында қалғанда ол қорқуға да үлгірмеді. Бұл әділетсіздік. Мен бұл әділетсіздікті түзеймін. Жоғарыдан Талғаттың балдағының тық-тық еткен дауысы естілді. Ол баспалдақпен түсіп келе жатты. Рүстем, жоғарыға шық. Радио байланыстан милицияның толқынын ұстап отырмын. Бұл қалада нағыз дүрбелең басталды. Рүстем жоғарыға шықты. Талғат үстелдің үстіндегі қалалық картаны жайып тастапты. Прокуратура Мәдинаны шұғыл босату туралы бұйрық шығарды. Деді Талғат, көздері жайнап. Олар Қайраттың үстінен қылмыстық іс қозғап, барлық кінәні соған аудармақшы. Қарағанды колониясы қазір Мәдинаның құжаттарын дайындап жатыр. Ол сағат 5-тер шамасында қақпадан шығады. Бірақ Талғат картадағы бір нүктені қарындашпен нұсқады. Тахирдің адамдары сол жаққа қарай 2 көлікпен шығып кетті. Олар Мәдинаны түрмеден шыққан бетте қағып алып кепілге, заложникке алмақшы. Тахир ақымақ емес, ол сенімен айырбастау, ол мен кезінде қолында көзір болғанын қалайды. Және Тахир бүкіл қаладағы баскесерлерін жинап, айырбастау нүктесіне үлкен бұқтырма, засада дайындап жатыр. Олар сені тірі жібермейді, Рүстем. Рүстем картаға үңілді. Оның миында Ауғанстанның тауларында талай рет жасаған тактикалық схемалар құрыла бастады. Ол жалғыз, жау 50 адам. Бірақ соғыс санда емес, айлада еді. Мен олардың ережесімен ойнамаймын. Талғат, айырбастау нүктесін мен өзім таңдаймын. Ол жер олардың емес, менің қақпаным болады. Қаланың шетіндегі ескі локомотив жөндеу зауытын депоны, білесің бе? Талғат басын изеді. Иә, ол 10 жыл бұрын жабылып қалған. Үлкен темір ангарлар, бос тұрған вагондар, лабиринт сияқты жер. Дәл сол жер керек. Бізде 5 сағат уақыт бар. Сен екеуміз сол жерді миналы алаңға айналдырамыз. Тахир өз әскерімен келгенде, ол тозақтың қақпасына кіргенін түсінбей қалуы керек. Сен маған жабында, прекратие, жасайсың ба, бауырым? Деп Рүстем Талғаттың көзіне тіке қарады. Талғат снайперлік винтовкасын сыбыры үстелдің үстіне шығарып, жабуын ашты. Менің оң аяғым жоқ шығар, бірақ менің көзім мен саусағым әлі де мінсіз жұмыс істейді. Рүстем, біз Қандағарда да осылай екеуміз қалғанбыз. Бұл шайқаста да бірге боламыз. Кешкі сағат 17:00. Қарағанды облысы. Әйелдер колониясы. Қатаң режимдегі түрменің ауыр темір қақпасы баяу.